Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге зиянкестер қалай үй гүлдерін, бөлме гүлдерін зақымдайтынымен бөліскім келіп отыр. Менің мына фикус гүлдерімде паутинный клеш пайда болыпты. Карантин болғандықтан ешқандай дәрі сатып ала алмадым. Фитоверммен обработка жасасаң тезірек жазылады деп айтады негізінде көбінесе. Мұны қарасаңыздар, қалай паутинный клеш, қалай бөлме гүлдерін зақымдайды. Мұны артында, бұны мен сіздерге менің қазір камерам алмайды. Кішкентай өте көзге көрінбейтін өрмекшілер. Ол мына жапырақтарында, мына жапырақтардың мынандай жилкаларындағы соқтарды өзіне қорек етіп алып, өсімдіктерді барлығын зақымдайды. Және өсуін тежеуілдетеді. Дақ-дақ болып, сап-сары болып өспейді. Мына жаңадан шығып жатқан жапырақтары да жасыл, әдемі, сау болып өсіп жатқан жоқ. Бұл тек қана бұл гүлдерімде емес, менің барлық фикустарыма бұл паутинный клеш бір жабысса, барлығына өте тез көбейіп кетеді. Мына фикус бенджаминді де қараңыздар. Өскен жапырақтарын көрсеңіздер, мына кішкентай болып өсе алмай, және жапырақтарын қараңыздар, сарғайып, зақымдалып өсіп жатыр. Алдындағы өзінің жапырақтары негізі мынандай жасыл болу керек. Осы уақытқа дейін біраз үлкен болып өсіп қою керек еді. Бұны да мен тамырлатып көбейткенмін. Және тек қана бұл ғана емес, мына фикус, мынада фикус бенджамин. Көрсеңіздер, жапырақтарын өте қатты зақымдаған. Барлық фикустарымда осылай. Мына фикусымды да қарасаңыздар, жапырақтары жасыл емес, сарғайып, кішкентай болып өспей қалып жатыр. Негізі бұл үлкен сорты, фикус бенджаминнің 2-3 метрге дейін өсетін, жапырақтары ірі болу керек, өспей тұр. Осылай жапырақтарының артына қарасаңыздар, өте көзге көрінер-көрінбес өте майда өрмекшілер жүреді, және паутинкаларын өреді жапырақтарында. Және өте тез көбейеді. Бұл паутинный клештен құтылу оңай емес. Себебі, мысалы, бір рет сіз бұны препаратпен обработка жасағаннан кейін, 2-3 күннен кейін тағы да жасау керек. Солай бір 4-5 рет қайта обработка жасап керек. Себебі бұл пауктың өзі, өрмекшінің өзі кеткенмен, өлгенмен, ол жұмыртқасын тастап кетеді. Ол жұмыртқасы, ешқандай препарат жұмыртқа кезінде оған әсер ете алмайды. Ол өскеннен кейін ғана, ол қайтадан көбейіп шығады. Сол себепті 2-3 күн сайын 4-5 рет обработка фитоверммен жасау керек. Немесе паутинный клешке қарсы препараттармен, черный пресс фикусыма да әсер еткен. Қарасаңыздар, жапырағы сау емес, точка болып, жапырақтары өспей тұр. Алдында мен сіздерге көрсеткен болатынмын, осы фикусты көбейттім деп. Содан бұтап шыққаны. Бұны қалай бұтақтандырамыз, қалай қалын куст етеміз деп менен көп көрермендер сұрап жатыр. Қарасаңыздар, мен мына жерден кесіп алғанмын, мына жақтардан кесіп алғанмын. Бір боковой, бір бұтағы шықты. Мына жерден шығып жатыр, және мына жерден де шығып жатыр. Жалпы сұрақтарға жауап беріп кетейін деп тұрмын. Мына жерден де шығып жатыр. Мына жерден де шығып жатыр. Мен мына фикустан кесіп қырқып алдым деп айттым ғой. Сол қырқып алған фикустарым тамырлап, көрсеңіздер, бұларды да отырғызып қойдым стаканчиктерге. Бұл жапырақтарын шығарып жатыр. Көбісі сұрап жатыр, менде комментарийді қайталап неге айта бересіз деп маған сұрақ келіп жатыр. Сол себепті видеода осылай толықтырып жауап беріп кеткім келіп отыр. Бұны кесіп алғаннан кейін мен карневинге батырып,
кәдімгі суға активированный 2-3 таблеткасын салып, жарық жерге қойып қоямын терезенің алдына. 3 аптада немесе 1 айда тамырлап шығады. Сосын осылай отырғызамын. Мына жерге 3-еуін отырғызып қойдым. Мынаған 1-еуін отырғыздым. Мына қарасаңыздар, паутинный клещ, мына бұған да тиген. Егер осыны мен емдемесем, дақ-дақ болып тұрған көріп тұрсыздар ма, соктардың барлығын сорып алған, зақымдалған жапырақтар. Мен бұны емдемесем, бұл ары қарай жаңа жапырақтарын да осылай кішкентай етіп, қараңыздар, барлық соктардың бәрін әлсіретіп, жапырағын барлық соғын өзіне сіңіріп сорып алған. Осылай ажыратсаңыздар болады. Менде енді қазір фитоверм препараты жоқ, сол себепті де мен табиғи жолмен қалай емдейтінімді көрсеткім келіп отыр. Мына кәдімгі губкаға, мына жылы су, мына мұздай су болмайды, қатты ыстықта болмайды. Кәдімгі хозяйственный мыланы өте қатты көпіртіп, осымен барлық жапырақтарын сүртіп шығамын. Қалай сүрткенім сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте қатты көпіртіп алып, мен мына жапырақтарын өте мұқият тазалап сүртемін. Артын, алдын, барлығын. Бұл хозяйственный мыло, кір сабынның ешқандай зияны жоқ. Сосын паутинный клещтен қалай алдын ала қорғанамыз деген сұрақ туындайтын болса, бұл паутинный клещ құрғақ ауаны өте жақсы көреді. Егер гүлдеріңіз құрғақ болып, күніне 1-2 рет бүркмейтін болсаңыздар, онда міндетті түрде паутинный клещ пайда болады. Паутинный клещ ылғалды ауаны жақтырмайды. Сол себепті гүлдеріңізге су бүркіп тұрыңыздар. 1-2 күнде мен фитовермді қалай қолданғаным туралы видео шығарамын. Егер препаратты сатып алсам, оған дейін мен міне осылай қорғана тұруды шештім. Және өте қатты зақымданған мына бенгальский фикус одриумды осыдан мен көрдім, жыбырлап, артында паутинный клещтің жүргенін. Осылай тазалап, барлығын жапырағын ерінбестен сүртіп аламын. Кейін бұлар өздерін қалай сезініп жатқанын, қандай өзгерістер болғанын сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Мына дәл осылай барлығын сүртіп шығамын. Сосын болғаннан кейін таза тряпкамен 1-2 минут қойып, таза қылып, су бүркіп, қайтадан жапырақтарын, көпіршіктерін тазалап сүртіп тастаймын. Мінекей достар, мен барлық гүлдерді, барлығын қарап тұрсаңыздар, біртіндеп барлығын сабын сумен жуып шықтым. Дәл осылай алды, арты жапырақтарының ешқайсысын қалдырмай. Мүмкін болса, ағаштарында, бұталарында жуып шықсаңыздар болады. Ендігі кезекте осылай 1-2 минут қойып, одан кейін жылы душпен сабын суды жуып тастасаңыздар да болады. Менде душ жоқ, сол себепті су шашқышпен осылай жуып шығам барлық жапырақтарын. Алды, артын барлығын. Бұл паутинный клещ ылғалдылықты жақтырмайды. Сол себептен құтылуларыңызға болады. Егер жаңағыдай мен айтқандай фитоверм препараты болмаса, осы әдісті қолдансаңыздар болады, бірақтан 2-3 күн сайын істеу керек. Ал егер фитоверм болып жатса, сіздерде мынандай су бүркішке фитовермнің өзінің мөлшері бойынша қосып, осылай су бүркіп, жапырақ алды, артының барлығын осылай істеп шықсаңыздар болады. Мен оны қалай қолданатынымды келесіде де көрсетемін. Міне жапырақ барын жуып тастадым. Сабын су қалмады.
2-3 күнде енді өзін қалай сезінетінін байқайтын боламыз. Қазір мына гүлдің барлығын осылай сабын суын жуып шығатын боламын. Мінекей достар, мен барлық гүлдерді жаңағы сабын судан кетіріп, барлық жапырақтарын осылай жуып шықтым ерінбестен. Барлық көпіршіктері кетті. Жарқырап, барлығы тап-таза болып қалды. Енді бұл өзін жақсы сезінеді деген ойдамын. Егер осы видеом сіздерге маңызды ақпарат беріп, пайдалы кеңестер алған болсаңыздар, лайк басыңыздар, және комментарий сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар, төменге жауап беруге тырысамын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.